Неліктен қазіргі таңда блогерлерге, танымал өнер немесе спорт жұлдыздарына діни насихат жүргізген үшін айыппұлдар салынуда. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 490 бабына сәйкес, егер заңсыз миссионерлікпен, яғни заңсыз діни насихатпен айналысатын болса, онда бірінші ескерту, егер ары қарай да сол қызметін жүргізетін жалғастыратын болса, онда айыппұл салынатын болады. Жалпы қазақта бір жақсы сөз бар: шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді. Яғни әркім өзінің ісімен айналысқан дұрыс. Жалпы қазіргі таңда әлеуметтік желіні ашып қарайтын болсақ, әртүрлі танымал азаматтар болсын, жалпы кез келген азаматқа әлеуметтік желіде, жалпы өмірде, қоғамдық орында діни насихат жүргізуге, дін туралы пәтуа беруге, шешім шығаруға болмайды. Ол жаңағы мәзхабы, бағыты дұрыс болса да, дұрыс ақпарат айтып жатса да тыйым салынған. Себебі адам бүгін дұрыс ақпаратты айтқанымен ертең қателесуі мүмкін, эмоциямен артық нәрсе айтып қою мүмкін, қате пәтуа беру мүмкін, өзінің мыңдаған, миллиондаған қаншама оқырмандарын адастырып алуы мүмкін. Жалпы дін тақырыбында кімдерге сөйлеуге рұқсат етілген? Бұл енді арнайы ресми жаңағыдай әр діни бірлестіктің заңды тұрғыда тіркелген өзінің діни қызметкерлері бар, сол кісілерге ғана рұқсат берілген. Сол себепті, құрметті оқырмандар, сіздерді тек қана дін мамандарын ғана тыңдауға шақырамыз.